Міне Реал Мадридтің аңызы Альваро Арбелова ойынның алдында жанкүйерлермен фотоға түсіп жүр. Think about tomorrow game. We will win for sure. Okay. Thank you. Apollo 15, eh? See you with the trophy. Köşelerim Dortmund'un жанкүйерлері басып алған айқаяғы. Бүгінге настрой қандай? Өте күшті. Бүгін Лондон ұйықтамайды. Бүгін Лондон сары және ақ түске боялады. Өйткені 50 мың Боруссия Дортмундтың фанаты, 50 мың Реал Мадридтің фанаты бүгін қалада жүр. Ине шаншар жер болмай бүгін Еуропадағы ең алпауыт әрі кәрі стадион Уэмбли толады. 100% бүгін трибунаның тербелісін жер сілкінісіндегі амплитудадағыдай сезінетін боламыз, қадірмен достар. Керемет. Міне құрметті достар, қазір Лондон орталығы Пикадилли Серкаста жүрміз. Мына жерде міне керемет атмосфера. Дортмунд пен Реалдың жанкүйерлері толып бөліп алған осы жерде. Ала Мадрид. Who will score? 2-0. 2-0. 2-0 for Madrid. Vini? Vini and Bellingham. Take a look at this. Logo Akis will win. What will be the score? The score? I think it's 1-0 for Borussia. I think Marco Reus, because it would be a fairy tale for all of the football fans in the whole world. Okay. If Marco Reus scores. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si fuiste campeón de Europa una y otra vez. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si fuiste campeón de Europa una y otra vez. Боруссияда жай қарап қалмайды, және Марко Ройс үшін бүгін барлық жігіттер барлығын салады деймін де десем де, мына кросс бар да. Білмеймін, бұл немістер келісіп алғандай болды. Мен басса қыз қоймаса. Рас айтасыздар, сонымен екінші жыл қатарынан келіп жатырмын. Өткен жыл Стамбулда 1-0 болған, Манчестер Сити жеңген, енді биыл Англияда болады. Енді көріп тұрсыз ба, қандай ұқсастық бар. Турцияда болған жарыста Англияның командасы жеңді ма? Жеңді. Чемпиондар лигасы финал биыл қай жақта болып жатыр? Англияда болып жатыр. Демек, биыл Англияда болған кезде Германияның командасы жеңеді. Келесі жылы Чемпиондар лигасы финалы Германияда болады. Боруссия Дортмунд алға. Қазір Уэмбли стадионы алдында тұрмыз. Міне 90 мың жанкүйер сүйетін Уэмбли стадионы бүгін лық толады. Оған біз нық сенімдіміз. Міне қараңыздаршы, қаншама мыңдаған адамдар келіп жатыр осы ойынды тамашалауға. Okay. How many years do you support Real Madrid? ¿Cuántos años lleva animando a Madrid? Desde que tenía 5 años con los calzoncillos blancos. What is that? A lot of years. Okay. Кеше пресс-конференцияға бардым. Жалпы осы қай тренер өзін қалай ұстады? Қайсысында сенімділік көбірек болды? Чемпиондар лигасының финалында талай мәрте баспасөз мәслихатына қатысқан адам ғой жалпы. Сондықтан тәжірибелі, сенімді сөйлеген сол кісі болды негізі. Терзе кішкене асығып тұрды. Бір жаққа асығып тұрғандай тез-тез сөйлеп кетіп қалды. Сондай көңіл күй болды. Бәрі тәжірибе жағы қазір Реалдың басымдылығында. Ал мына
жастық жалын ешкімнен қорықпай шабуылдап бірген істеп сөйтіп ойнайтын болса ол Боруссия Дортмунд деп. Мен негізінде бұл ойынға келетін ойын болмаған, өйткені билеттердің бағасы да өте қымбат, және де билет алу мүмкін емес болды. Билет алу өте қиын болды. Алайда бүгін таңертең менің жан досым, жақын досым Ержігіт деген жігіт маған телефон шалып, Ерко, осы бір аптадан кейін сенің туған күнің екен, Лондонда тұрып жатсың деп маған осы ойынға $2-3 мың тұратын билетті сыйға тартты. Мен өзім негізінде Реалдың жанкүйері болғандықтан, бүгін Тони Кросстың соңғы ойыны болғандықтан бір қобалжып осындай Чемпиондар лигасының финалына бара алмаймын деп бір ойлап тұр едім, және де толқып тұрмын. Осындай мүмкіншілік ашылғаннан кейін Ержігітке үлкен сәлем, үлкен рахмет. Осындай мен арманымды орындап, бүгінгі финалға билет сыйлағанына, сондай осындай әр қазаққа осындай Ержігіт сияқты дос бұйырсын. Рахмет, брат. Сары түс көзге жақсы түседі екен. Дортмундтың жанкүйерлері бірліктері бір мықтырақ сияқты. Олар топ-тобымен шулап жүргендері өте көп. Мадридтің жанкүйерлері бойынша біздің команда алаңда ойынды көрсетеді, алаңда гол салған кезде қуанамыз дегендей қатты шулап жүрген жоқ. Міне стадион алдындағы атмосфера қандай керемет. Мадридтің жанкүйерлері де аз емес. Бүгінгі ойынның фавориттары. 68 years. 68 years. Yeah. You know what? You look like Jurgen Klopp. No, not. No. He's much taller than me, in figure and in mind. Okay. Қазір бұйырса Уэмблиге кіреміз, орнымызды аламыз, және менің орнымнан қандай көрініс ашылатынын көрсететін боламыз сіздерге. Арнамыздан ажырамай отырыңыздар. Міне Манчестер Юнайтедтің аңызы Рио Фердинанд алаңға келді. Қазіргі уақытта журналист болып жүрген Рионы. What do you expect from today's game? What do you expect from today's game? 3-1 Madrid. 3-1 Madrid. And what do you do here? You're a main cameraman? See this camera on the wire? Yes. Okay. So the main one on the pitch. Spider cam. So you are operator of Spider cam. Amazing. So it's actually the man behind all these beautiful views and image. Yeah, well done, mate. Тони Кросстың Реал сапында ойнайтын соңғы ойыны бүгін, құрметті көрермендер. Барша әлем назары осы неміс жұлдызына тіркелген қазір. Стадионға кірдік. Қазір 30 минуттан кейін ойын басталады. Менің оң жағында тұрғандар Мадридтің жанкүйерлері болса, сол жағында Дортмундтың жанкүйерлері. Барлығында көңіл-күй тамаша, ойынға сақадай сай. Енді қазір керемет ойын болады деген үміттеміз.
Birinchi taym mərəsində жетib qaldı. Esep 0-0. Екі команда да bir-birini аңдып отырған сияқты. Боруссияда 1-2 есеп ашатын жақсы мүмкіндіктер болды. Жейден Санчо доппен кетті. Сапындағы соңғы ойыны Кросс. Real Madrid gol saldı, esep 1-0. Carvajal! Carvajal! Vamos! Madrid! Madrid! ¡Vamos! Así, Real Madrid. Así, Real Madrid. Junior! Yeah! Құрметті жанкүйерлер, мына Тони Кросстың соңғы ойынын көрдік. Енді осымен болды, үлкен бір аңыз кетті, осымен бір дәуір кетті десек те болады. Así, Real Madrid. Campeones, campeones, ole, ole, ole. Yeah! La, 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 la.
Қайтып жатырмыз. Міне Бразилияның аңызы Рикардо Какамен. Thank you for your career and the attitude. Yeah? Thank you. Appreciate Thank you, it. Kazakhstan.